Қалайсың, не істеп жатсың енді? Иә. Жұрттың бәрін қырып бітірдің. Нелердің бәрін ұстап алдың ба? Активистердің бәрін қаматып болдың ба? Қарай, бермен. Не істеп жүрсің? Не болды мынау? Не өмір? Қарғыс дейді ма? Қарғыс дейді ма деймін? Басың істеген сен, басың істеймін нақ, менттің нақ. Мал емессіңдер ме жүрген? Мына Нұрбек Әділхан деген мен бәне істеп жатыр, инвалидский коляскада. Мен талай деген неге мұздың астына қойып батырап, не қылам деп атыр еді. Енді отырған орының қаранды. Қажи олсын сен жүрген. Түсіндің ба? Заңсыз келіп үйінде балама дейін телефонын тартып алып, мені қолымды қайырып алып кетіп жүрдің ғой. Апарғанда не пайда болды саған? Ишак, бля. Дейді отышың, Ишак, бля, тұмсықтан бұрырайын осы тұрған жүрген. Тұмсықтан. Малсың сен жүрген, байгайның. Өзің малсың. Кедері. Блядь, нахуй, ебаный в рот. Талай үйге заңсыз кіріп, мен майор мынау деген, опер, Ишак, бля, жүрген. Кеміс болып отыр қа. Талай менің үйіме заңсыз кіріп, мені деген ұстап, заңсыз мені соттады қосылатын. Ұстан бұройын бөді, нахуй, бля. А? Не? Қорқасың ба не? Не? Блядь. Әртүре. Пенсияға шығып кеткенсің еще заңсыз, нахуй, бля. Инвалид, бля. Не? Не? Кедері. Қағудар жіберем ана коляскамен қосам, нахуй. Девочка, дочка его смотрит. Отпустите, я буду на камеру снимать вас. Мы уходим, все, отпустите, пожалуйста. Сен білесің ғой, айтшы мына, сен қолын қақ провоцирует меня. А что ты провоцируешь? Я с тобой не разрешимось, білесің жатқан жоқ. Телефонды қайтарып берші, білесің ба? Әкел телефонды. Әкелмей телефон. Дайте телефон. Телефон дайте. Телефон отпустите. Пожалуйста, отпустите, мы уйдем сейчас. Мы приедем сейчас. Телефон верните. Вернем, Ну, дайте мне телефон. Инвалиды, мы на дачу собрались. Мы вообще прям собрались. На, держите. Заберите телефон. На, держите. Еркекті телефонды қайтаршы. Сөйлесем, қайтар, сөйлесем. Қайтарам деме, не olur. Верните телефон. Вот эти люди незаконно вырвали телефон. Только вышел. Дай мне телефон. Дай мне телефон. Отпустите. Я вот снимаю. Все, поехали, все, отпустите. 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 Давай, дай мне телефон. Отпустите, пожалуйста. Снимаю. Разве не дешево? Так, он на лечении находится. Отпустите его. Отпустите, я сейчас жаловаться буду. Отпустите его. Вы что хотите, чтобы я без семьи осталась, что ли? Ну-ка, отпустите быстро. Я, дети, ребенок. Мен қашпаймын ешқаяққа. Енді боқтанбаса шлю. А будто не знаю какого-то. Отпустите его. Я же видела возле дома, сколько стояли. Возле дома стояли. Они возле дома стояли полчаса. Возле дома что караулите вы? Вот эти люди, вот ребенок плачет, пугает детей. Да, я семью свою отправлю. Я тебе семью отправлю с первого. Первый я семью отправлю. Переговорим и все. Нет. Они тебя возле дома постоянно караулят по полчаса. Вот. Я тебя отпущу, я тебе говорю. Пойдем. Ну все. Татьяна, пока. Нет.
Нет. Домой не ходите, здесь будете, я сказал. Хотя, подождите. Сейчас, стой. Армысыздар. Енді мына менен түсініп тұрсыздар, кезінде мына полицей жігіт белсенділерді қудалап, қорлап, қазір пенсияға шығыпты. Сол белсендімен кездесіп қалып болып жатқан араларында әңгіме. Мен неге көңіл аударғым келеді? Мына бірінші қазір үндеумен мына құқық қорғау, полиция, ұлттық қауіпсіздік комитеті және де қорғаныс министрліктің қызметкерлеріне мынау 19 жылы заң шығарды. Назарбаевтың кезінде әскерді, мына митингтерді басу үшін пайдаланатындай заң шығарып кәдімгідей. Жақында тағы да заң шығарып, әскерлерді тек қана Тоқаев емес, әкімдер пайдаланатындай қылып. Сөйтіп, полиция, ұлттық қауіпсіздік комитеті, қорғаныс министрлігінің қызметкерлерін мына сыбайласқан қылмыстық жүйе өзінің мүдделеріне пайдаланбақшы. Мінекей, қараңыздар, Назарбаев биліктен кетті, қашанда кепілдік берсе Путин оған ешқандай тимейді деп. Бірақ қасындағылар қазір қысымға түсіп жатыр. Кәрім Мәсімов кеше ғана құдай болды, қазір көріп жатсыздар. Мінекей, жағдайы түрмеде отыр. Қасындағы інісі генерал болды Павлодарда ма облысында, міне сүмірейіп отыр қазір. Мынандай жағдайда сотталынады. Мынау Болат Назарбаев туған інісі ол таза істі болған жоқ, СИЗОға кірген жоқ, бірақ міне дуру включил дейді жаңағы, мен басым істемейді деп шыға келді. Қысылғанда бәрі де сөйтеді. Мен мынау полицейлердің қатардағы рядовой дейді, оның сыртында мінекей өсесіздер ғой. Лейтенант, капитан, майор, подполковник, генералға дейін. Сіздерді не күтеді? Сіздер мынау Назарбаев, Тоқаев, басқалардың қылмыстары үшін жауап бересіздер. Мына бала жаңағы сөзді алып жатыр, жаңағы оны козелсің, ешексің деп ұрып жатқан жоқ ешкімді. Бірақ уақыт өзгереді, сұрау болады. Бұл мәселе неде жатыр? Бұл деген тек қана, мысалы, сөз бар ғой қазақта, жұмыс қолының кірі. Кеше істедіңдер, бейттіңдер, заңды бұздыңдар, пендешілік жасадыңдар. Бірақ мына қаңтардан бастап заман мүлде өзгерді. Назарбаевтың кезінде жай пендешілік, жаңағы коррупция болса, ұрлау, тонау. Қазір қаңтардан кейін мынау елімізде орыстық оккупациялық жүйе билікке келді. Тоқаев гауляйтер, сөйтіп олар орыс шовинистердің русский мир деген фашистік ұйымының жоспарларын жүзеге асырып жатыр. Елімізді тонап жатыр, ол бір, мына халық көтерілмесін деп, мына қаңтарда жазалау операциясын өткізді. 1920 жылдары, 30 жылдары осындай операция өткізіп, жергілікті сатқын, сіздер сияқты мына полиция кадр қызметкерлері, ұлттық қауіпсіздік комитетінің осындай қазақтардың сатқындардың арқасында 25 мың адам қазақты өлтірді. Ол уақытта бірнеше жүз мың адамды түрмеге қамап, соттатып, сындырды. Полицияда бірыңғай қазақтар, қазақтар осындай жұмыс жақсы көресіздер. Сол айтайын дегені мен қазір, міне бұл жүйе алысқа бармайды. Ең басты осыны түсініңіздер. Мына қан жібермейді. Бірнеше жүз адамды Тоқаев өлтірді, бұдан сұрау болады. Бұл бұны түсініп тұр. Сол себептен Тоқаев өзінің әйелін, баласын Москвада ұстап тұр. 20 жылдан бастап па Москвада ұстайды. ФСБ бағдарламасы бар, защита, не дейді, сотрудников ФСБ от излишнего внимания. Олардың жаңағы тұратын жерлері, машиналары, бәрі де, мысалы, тұратын үйлерінде собственник Российской Федерации жазылады. ФСБ-ның қызметкерлерін. Тоқаевтың әйелін, баланың мүліктері бар Москвада. Солай жазылған. Собственник Российской Федерации. Ол ФСБ-ның агенті. Бұл үлгіреді Тоқаев қашып кетуге. Мысалы, Байбек қашып кетті. Кім қашып кетті тағы да, Бірақ бәрі қаша алмайды ғой. Бәрі қаша алмайды, жарайды, ақшасы қалталары қалың қашу мүмкін. Бірақ іздейміз, табамыз, бірақ сіздер не істейсіздер? Мынау қатардағы полковник, подполковник, майор, капитандар, міне осы жігіт сияқты мысалы.
сіздер ғой, мысалы мынау емес қой, жасап жатқан неке, оның ағасы емес, Карим емес, белсенді саясаткерлерді қудалап жатқан нақты сіздер, атқарушылар. Бұлар ертең Дуров включит мынау сияқты қысылғанда. Мен ештеңе айтқан жоқпын, отказға кетеді, білесіздер. Сіздер шеткі боласыздар, крайний. Сондықтан қазірден бастап қорытынды шығарыңдар. Заңды бұзбаңдар бір, екінші халыққа қарсы шықпаңдар. Уақыт тез өтеді. Назарбаевтың сондай бағы болған шығар, 30 жыл жүрді оны Талтаев. Тоқаев ол калиф на час, көп ұзамайды. Ресейде қысым қалды, 1 жылдан аспайды, Ресей құлайды. Содан кейін Тоқаевта қашып кетеді, өзгеріс болады. Біз билікке келгеннен кейін тек қана осылай сіздер сүмелеп қойып, былай белсенділер айтпайды, жауап бересіздер. Неше мың адам өлтірді, кім өлтірді, бәрі қамалады. Қазір қудалайсыздар ма, белсенділерді, саясатқа шығып жатқан азаматтарға қамаласыздар. Превышение должностных полномочий, истязание жетеді, өздеріңіз білесіздер ғой, букет статьяларын. Тағы да қайталайын, ол Байбек емес, қазір премьер-министр емес, парламент төрағасы емес, генералдар емес, сіздер қатардағылар жауап бересіздер. Сондықтан ойланыңдар. Жұмыс қолдың кірі деген ол деген жай, ол уақыттағы. Қазір жауап бересіздер, түрмеге отырсаңыздар, онда нақты бір 15-20 жыл отырасыздар. Сондықтан заңды бұзбаңдар, ең бірінші, халықтың жағына шығыңдар. Мен сіздерге өтінем және те талап етемін, осыны түсініңіздер. Полиция қызметкерлері, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қазақсыңдар ғой. Қараңыздаршы, олар жарайды, ол миллиардтар үшін сатып жатыр ардарын. Сіздер не үшін? Зарплатын көтерді деп, осы үшін елді сатып жатсыздар, халықтың мүддесін сатып жатсыздар. Кішкене ойланбайсыңдар ма? Қаңтарда жарайды, түсінбей қалдыңдар. Білмей қалдық біз мына иттердің әрекеттер екенін көрсетіп жатырмын ғой, оңбағандардың. Путин, ФСБ осылай біз жазалау операция жасайтын, біз білген жоқпыз ғой. Ал енді қазір ақпарат жеткілікті ғой, сіздер түсініп тұрсыздар ғой. Кезінде, мысалы керек кезінде бұлар 6 қаңтар күні 9500 адамнан бір күнде қамады ғой. Неге 2 қаңтар күні қамамады? Неге 3 қаңтар күні қамамады? 4-ші себебі провокация жасады, халықты осылай шығарды. Сіздердің қолдарымен сосын халықты қорлады, ұрды, білгендерін істеді. Сіздерді қарақ қойды. Қазақты қазаққа қарақ қойып, Ресейден келіп тырнақтың астына инені салған жоқ қой, орыстың нелері. Сіздер ғой. Міне ойланыңдар, сіздер не істеп жатсыңдар, өздерінің істеріне жауап беріңдер, есеп беріңдер, отчет дейді. Мен істеп жатқаным дұрыс емес қой деп кішкене ойландырсайшы. Мыналарды көріп тұрған жоқсыңдар ма? Заман тез өзгереді деймін, тағы да айтамын. Заман тез өзгереді. Міне мыналардың тағдыры сіздерге сабақ болу керек. Жақсы, көп сөз бос сөз дейді. Осыны есепке алыңдар.